Сәке, сіз кімсіз? Мені адамдардың көбісі ұстаз немесе байдың бір баласы, немесе бір мешіттің имамы деп ойлайды. Бұл айтылғандардың ешқайсысы емес. Осы кезге дейін мен кіммін, немен айналсамын, жақын бауырлардың өзіне жұмбақ. Осы кезге дейінгі жеткен жетістіктерімді және маған сол кездері шешілмейтіндей болған сынақтардан Алланың қалауымен қалай өткенім туралы сіздермен бөлісетін боламын. Алдағы түсетін видеоларымыз барынша сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Сіздерден қолдау күтемін. Мен ешқандай ұстаз да, имам да немесе байдың баласы емеспін. Алланың қалауымен өзімді жасаған кәсіпкермін. 18 жылдың ішінде 40-қа жуық кәсіптің түрімен айналыстым. Соның ішінде маған пайда әкелгенде, үлкен минусқа кіргенде кәсіптер болды. Аллаға шүкір, мен ешқандай кәсіптен ұтылған жоқпын. Мені минусқа кіргізген кәсіптер мен үшін мотивация болды. Ал мені жетістікке жеткізген кәсіптерім мені ары қарай шыңдай түсті. Алғашқы бизнесімнен $155,000 қарызға кірдім. Сол қарызымнан қалай шыққаным жайлы келесі видеоларда бөлісетін боламын. Алғашқы миллионыңызды қалай таптыңыз? Мен алғашқы Алматыға келген кезде адамдардың көп айтып жатады, бір сумкамен келіп, жетістікке жетіп, миллионер болдым, ақша таптым деп. Бізде ол да болған жоқ. Сол кезде қолымызда бар Nokia простой телефонды автобусқа, залогқа тастап, қарызға келген болатынбыз. Және дәл осы Көктөбеде 19 жасымда келіп, бірінші администратор болып жұмысқа кіріп, және содан управляющий болып аттракциондарда, кейін өзім жеке аттракцион ашуға бел буып, алғаш жеке кәсібімді бастадым. Сол кезде 19 жасымда 9 май күні 1 миллион теңге табыс таптым. Алғашқы көлігіңізді қалай алдыңыз? Алғашқы көлігімді бала кезден өзім машинаға қатты қызығатынмын. Ойламаған жерден жаңа жұмысқа тұрған кезде маған бастық ұсыныс жасады. Сәбит, давай біз саған бір жақсы машина алып берейік, айлығынан ұстап отырамыз, әрі бізді тасисың деп. Енді ол кезде менде бала шаға жоқ, өзіңмен өзің қуана келісе кеттім. Өйткені машина бала кезге арман ғой. Былай қарап отырсам қазір, сол кезде бірінші қарызға кіруімнің басы сол болған ғой. Өйткені мен ол кезде зарплата төлемеймін, сол машинаны жасап біткенше деп шарт қойдым. Мен сол шартқа да келістім де. Неге? Өйткені мен біріншіден тәуекел жасадым. Иншалла ол болмаса мүмкін менде машина болмайтын шығар деген ой болды. Екіншіден, бұл бір маған Алланың жіберіп тұрған мүмкіндігі шығар деген оймен мен келісе кеттім. Сонымен алғашқы машинамды қарызға алдым, олайша айтқанда. 20 жасымда қалай $155,000 қарызға кірдім. Көктөбеде қомақты ақша тауып үйрене бастағаннан кейін менің ойым одан да үлкен ақша табуға өзгерді. Сол кезде қолымдағы жинаған қаражатыма және жақын бауырларымнан, достарымнан қарыз ақша алып, басқа проектке салмақшы болдым. Сол кезде ойыма ең алғаш келгені, бала кезінде өзім үйде бильярдный стол ақшаға ойнатқам. Сол ой келді де мен соны үлкейтіп, Алматыдан ашамын деген оймен сол кәсіпке кірісіп кеттім. Сол кезде қасымда бауырым бар еді, бізде жұмыс жасаған. Сол өзінің досы бильярд столдар сататынын айтты. Біз соны көрмекші болып, сол жаңағы досына бардық. Досы шынымен 12 стол бар. Ол кездегі баға енді қымбат болған, мраморный бильярдный столдар. Соны сол кездегі бағадан арзан беретін болғаннан кейін мен соны аламын деп шештім. Бірақ олар маған алдын ала ақшаны төлесең жақсы болар еді деп ұсыныс жасағаннан кейін мен енді ақкөңіл, ойда арам ой жоқ, ауылдан келгенбіз, бәрін өзіңдей көресің. Жаңа ақшаны сол кезде санап қолына бергем. Және ол маған айтты, 3-4 күннен кейін алып кетсең деп. 3-4 күннен кейін мен жаңа газельдерді жалдап барам, алып кетпекші болам. Бірақ ол маған айтады, бүгін реті келмейді, бильярдтың есігін аша алмаймыз, кілті ағамда кетіп қалған деген секілді. Енді қашан? Бір аптадан кейін деді. Бір аптадан кейін тағы келеміз, тағы басқаша сылтау. Бір ай деді, бір ай, 2 ай болды. Соңында оконцовка бильярд маған берілмейтін болды. Ал сосын мен ақшалай қайтарам деп. Енді жүрдік, ақшаны қайтарып алам деп.
ол ақша да созылды. Сол кезде маған олар машина предлагать етті. Біз саған ақшаның орнына машина берсек деп. Бірақ менің олардың ұсынған машинасына менің ақшам жетпейді. Мен тағы да сол енді ақшамды қалай болса қайтарып алудың жолын іздеп, тағы да бауырларыма қарыз сұрадым. Енді мен өндіріп алуым керек қой. Миллиардтың ақшасын ала алмай жатырмын. Хотя машинадай алып алайын деген ниетпен тағы қарызға кірдім ғой. Енді қазір күлемін да, ол бір күні машинаны алып кететін кезде ол маған айтады, машинаны соғып алдық, ИСТОда тұр, жасатып шығарып берем деді. Ол жасатам дегенше тағы арада айлар өтті. Бір кезде маған айтады, енді ақшам жоқ ремонтқа алып кетуге деп. Үшінші рет сол кезде алданып отырмын ғой. Ремонттың ақшасын тағы төлеймін ғой. Менің бар ойым ол кезде ақшаны қайтарып алу, өндіріп алу. Қандай жолмен болсын. Мына жақтан барамын да, қайттан қарыз аламын да, бағанағы машинаның ақшасын төлеймін ғой. Бірақ ол менікі емес те. Мен ойлап жатырмын да, оны жаңағы ертерек ремонттың ақшасын берсем, жөндеп алсам, машиналарды алып кетем деген ой. Бірақ ол кезде де өзімнің алданғаныма көзім жетті. Сол кезде мен қанша қарызға кірдім. Ол кезде тем более баламын. Маған үлкен нагрузка болды. Қанша тамақ жесем де салмағым 50 килодан аспай қойған. Қанша тамақ жесем де өте қиын болды. Мына қарыз деген мойында тұрса, күніге бір адамнан емес қойшы, әртүрлі адамнан қарыз алғансың. Анау звондайды, сәке ақшамды қойып бер, мынау звондайды, ақшамды қойып бер. Сол кезде өте қатты қиын кездер болды. Бірақ Аллаға шүкір, қазір сол өткен кез бір ертегі сияқты. $155,000 қарызды сонда Көктөбедегі аттракционнан түскен ақшадан жаптыңыз ба? Ол кезде $155,000 қарызды аттракционмен жабуға мүмкіндік бар еді. Бірақ әйтсе де менің қасымда менен де мықты арендаторлар болды, сол аттракционмен айналысатын. Мендегі бар затты қайталап қасыма қойды. Олардағы басты мақсат пайда табу емес, олардың ниеті. Мені былайша айтқанда өшіру. Менің клиентім екі жаққа бөлінеді, ал мен ол жерде үлкен аренда бар, аренданы шығара алмайтынымды білді. Сол үшін олар мендегі затты қайталап қойып, мені жай бір шетке шығарып тастады. Олар өзінің мақсатына солай жетті. Ал мен сияқты жас кәсіпкер, мойнында $155,000 қарызы бар, әрі жұмыссыз далада қалды ғой. Көктөбеден кеткеннен кейін қандай бизнес жасадыңыз? Сол Көктөбеден кете алмай жүрдік қой біраз уақыт. Қуып жіберсе де қайтып келіп. Енді үйренген жер, таныс. Енді қайттан кәсіпті сол жерден іздедім. Ойыма бірден келгені, мысалы өзім Көктөбеде жұмыс істеп жүрген кезде тамақтан қатты қиналдық. Тамақшы күніге сол самса жейсің, пирожки жейсің, күніге бір тамақ. Өзім басымнан өткеннен кейін, ол кезде мен оған бос емес болдым да. Кейін қашан мен босап Көктөбеден кеткен екен, ойыма бірден келген жұмыс сол болды. Осы Алматы қаласында бір кафе бар. Атын айтпай ақ қояйын, сол кафенің хозяйына барып сөйлесіп, мен күніге көп количествода тамақ алсам, скидка жасайсыз ба деп. Ол жасаймын деді, және солардың менюін сұрадым. Ол менюді алдым да Көктөбеге келдім. Жаңа Көктөбедегі барлығы таныстар, сол жерде жұмыс істейтіндер мен барлығымен жақсы таныспыз, соларға ұсындым мен. Сендерге мен тамақ жеткізіп отырам, кафенің тамағы, бірақ мен за услугу әр тамаққа 100 теңгеден қосам. Ашық айттым. Олар да келісті, өйткені олар да күніге құрғақ тамақ жеп шаршаған ғой. Олар да келісті. Сонымен не керек? Ортада жаңағы доставщик болып жұмыс істедім, былайша айтқанда кішігірім кәсіп болып. Ол кезде Көктөбеде енді 200-ге жуық жұмысшы бар болса, енді нақты санын білмеймін, бірақ енді күніне 150 тамақ алып келем. Обеті, ужины бар. Әр тамақтан 100 теңгеден бір күнде шамада 15.000 теңге. Енді сол кездің ақшасымен примерно $100 ғой. Солай тауып бастадық. Сонымен айналыстым. Жалпы Көктөбе ыстық деген ба? Көктөбеде алақандағыдай көрінеді.